Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды болып шығатын, арықтауға көмектесетін салат дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар олар алма, банан және де киви қажет болады. Салатымыз құнарлы болып шығу үшін міндетті түрде грек жаңғағын пайдаланамыз және де салатты араластыруға кез келген йогурт. Алдымен алмамызды турап аламыз. Алманың сыртын ашып турасаңыздар да болады, бірақ маған алманың сыртымен бірге ұнайды. 4 бөлшектеп турап аламыз. Бір ыдысқа саламыз. Кивиді де дәл алма секілді 4 бөлшектеп турап аламыз. Және де кивидің артық жерлері болады, сол жерлерді алып тастауды ұмытпаңыздар. Ең соңғы ингредиент бізде банан. Бананды да 4 бөлшектеп турап ыдысымызға саламыз. Араластыруға йогурттың барлығын қоспаймыз. Шамамен бір ас қасықты толтырып салсақ жеткілікті. Жақсылап араластырамыз және де ең соңында олардың үстінен грек жаңғағын сеуіп шығамыз. Біздің тойымды құнарлы салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.